1986 жыл 17-18 желтоқсан. Бұрын соңды қазақ даласына аяғын аттап басып көрмеген Колбин Мәскеу билігінің айтуымен қазақ АКС-ның басшысы болып тағайындалады. Бұлай тағайындалуына наразы болған қазақ студенттері Алматыда бейбіт көтеріліске шығады. Бұл көтеріліс желтоқсан оқиғасы деп аталып, қазіргі таңда ашық білінуде. Сіздерге біз осы желтоқсан оқиғасы туралы айтатын боламыз. Олардың ойында мемлекетке қарсы шығу емес, тек сол Колбинді алып тастап, оның орнына қазақты сайлау керек деген еді. Алайда жауыз әрі оңбаған үкімет оған оңайшылықпен қараған жоқ. Көтерілісті басу үшін жер-жерден, өңір-өңірінен әскерлері келіп күш жұмсады. Бұл бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы тарихындағы елеулі оқиға болып табылады. Өлгендер 168-200 адам арасында деп жариялаған мемлекет қызметкерлері. Жараланғандар 200-ден астам депті. Бұл ақпарат мемлекет берген ақпарат болғандықтан шын мәнінде мүлдем басқа дейді. Қазақ жастарын аяусыз соққыға жығып, кез келген атып, кез келгенін өлтірген деседі. Оқиғаға қатысқандарды саяси тұрғыдан қуғындау басталды. 99 адам сотталды, 264 студент оқудан шығарылды. 1987 жылы жазда КОПК ОК қаулысы шығып, желтоқсан оқиғасы қазақ ұлтшылдарының көрінісі ретінде бағаланды. Желтоқсан оқиғасы қоғамның саяси өмірін демократияландыруға серпін берді. Осы күнге дейін мемлекет желтоқсан көтерілісінің тарихи маңызын жоғарылатуға зор үлес қосып келеді. Көтерілісінің құпиялары толығымен ашылған жоқ. Желтоқсан көтерілісінің анық сипаты Аллажар атты Қалдыбай Әбеновтің фильмінде көрсетіледі. Бұл фильмде желтоқсан оқиғасы жайлы ашық айтылады. Осы желтоқсан оқиғасына қатысқан біздің батыр да, мықты да, сол кездегі 86 жылғы қазақ студенттері қазақ халқының тәуелсіздік алуына зор үлес қосты. Барлық 15 республикалық совет үкіметінің ешбір мемлекеті көтеріліске шыға алмаған еді. Алайда осы 86 жылда қазақ студенттері көтеріліске шыққаннан бастап, совет үкіметі біртіндеп әлсірей бастады. Соның нәтижесінде біз азаттыққа, тәуелсіздікке жетіп отырмыз. Достар, желтоқсан оқиғасы туралы шығарған видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылып кетіңдер.